Бүгін 20 шілде 2023 жыл. Еңбекшіқазақ ауданы Ақши ауылында әкім сайлауы жүріп жатыр. Соған халық келіп жатыр. Көрейік қазір. Мына біздің ауылдық әкімдікке үміткерлер. 5 адам. Мына 4 адамды көріп жүрміз. Мына 5-ші адам мүлдем үгіт насихатқа қатыспады. Мына Батиха деген апамыз Саз ауылының тұрғыны, бірақ тұрақты тіркеуі Бәйтерек ауылы Алға деген ауылдан шығып тұр ма? Иә. Сізге Сазға келу керек қой, урнамен келіп? Келу керек, иә, келу керек. Келеміз деген. Қаншаларда келеді? Келмеді. Жаңа алып кетті ғой, сұрау керек еді. Сағат 10-ға дейін күттім мен. Дауыс беремей айтсыз, тұрақты тіркеу базадан шықпай айтсыз ба? Иә, дауыс беруге болмайды дейсіз, алғаның. Өте қиын жағдай, сонша алыс жерден кеп, біз әурелегендер дұрыс болмады. Мына Батиха апамыздың айтуы бойынша Саз ауылына урнамен келген жоқ дейсіз ба? Былтыр маған дауыс беретін кезде. Былтыр да келген жоқ, биыл да жоқ. Биыл да келеміз деп кеткен, әлі келген жоқ. 10-ға дейін күттік биыл. Былтыр ауылдастарыңыздан сұрадыңыз ба? Келген жоқ па? Содан кейін машина жіберіпті деді. Кейін келді. Кейінірек машина жіберді, 2 машина, иә. Бүгін анда пропискаңызды, сіздің тұрақты тіркеуіңізді жөндеу керек шығар сол. Оны қайға жөндейді енді? Сонға барам ба? Сон арқылы. Сайлау қарқынды жүріп жатыр. Ауылдың тұрғындары өте белсенді сайлауға келіп жатыр. Бірақ жаңағындай тұрақты тіркеу жоқ, базадан шықпай жатқан адамдар дауыс бере алмай қайтып жатқан жөні бар. Сол үміткерлерге сәттілік, ауылымызға жұмыс істейтін жақсы әкім бұйырсын.